Сәлем, сіздермен Жан. Ағылшын грамматикасын аңыз әңгімелер арқылы түсіндіремін. Жайғасып отырып, past simple және present perfect тарихшылар туралы әңгімені тыңдаңыз. Бұрынғы өткен заманда past simple және present perfect деген екі тарихшы болған екен. Өткен шақты баяндап, өткен кеткенді халыққа жеткізіп отырады екен. Екеуі өз алдына ерекше. Екеуі де өткен шақты сипаттағанымен бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Мысалы, past simple. Ол әрдайым факт айтып отырған. Нақты болған іс-әрекетті, қай күні, қай уақытта, кіммен, қайда, қашан, қалай болғанын анықтап отырып сөйлеген. Ол дұрыс етістіктерге иди жалғап, бұрыс етістіктердің екінші формасын қолданған. Ал сұрақ қойғанда did тергеушінің көмегіне сүйенген. Мысалы, Where did you go on your last holiday? Алдыңғы демалысыңда қайда бардың? Where were you yesterday evening? Кеше кешке қарай қайда болдың? I was at home. Мен үйде болдым. I visited my grandparents last week. Мен алдыңғы аптада ата-әжеме бардым. They lived in the USA in 1996. Олар 1996 жылы Америкада тұрған. She didn't go to bed early last night. Алдыңғы түні ол ерте жатпады. My brother bought a new car 5 days ago. Менің ағам 5 күн бұрын жаңа көлік сатып алды. Past simple тарихшысы әрқашан адамдарға түсінікті болсын деп уақыт үстеулерін қолданатын болған. Олар yesterday, last week, 2 days ago, last night, in 1965 және тағы басқалары. Ал екінші тарихшы ол present perfect. Бұл тарихшы болған іс-әрекеттің күнін, уақытын нақтылап айтпайды екен. Әйтеуір бір өткен шақта болған әңгімені баяндайды. Present perfect'тің өзіндік сөйлеу мәнері болған. Ол I, you, we, they есімдіктеріне have көмекші етістігін қолданған. Ал she, he, it есімдіктеріне has көмекші етістігін қолданған. Және негізгі етістіктің үшінші формасын қолданған. Яғни оның формуласы have, has, verb 3. Мысалы, I have seen this film. Немесе қысқартып, I've seen this film. Мен бұл киноны көріп тастағам. He has bought a new jacket. Немесе he's bought a new jacket. Ол жаңа жакет сатып алды. Және present perfect just, already, yet үстеулерін қолданатын болған. Just жаңа ғана, already әлде қашан, yet әлі деп аударылады. Мысалы, they have just finished eating. Олар жаңа ғана тамақтарын жеп болды. The film has already started. Фильм әлде қашан басталып кеткен. Have you finished your homework yet? Сен үй тапсырмаңды жасап болдың ба? I haven't read this book yet. Мен бұл кітапты әлі оқымадым. Байқап отырсаңыз, yet үстеуі тек сұрақ қойғанда және болымсыз түрде сөйлеген кезде қолданылған. Сонымен қатар present perfect өзінің өткен тәжірибесімен бөлісетін болған. Бұл жағдайда ол ever, never үстеулерін қолданған. Ever бұрын соңды, never ешқашан деп аударылады. Мысалы, have you ever bought clothes online? Сен бұрын соңды киімдерді онлайн сатып алған бе едің? No, I have never bought clothes online. Has your brother ever lived abroad? Сенің ағаң бұрын соңды шетелде тұрып бе еді? Have you eaten in this restaurant before? Сен бұл ресторанда бұрын соңды тамақ жеп бе едің? I have never been to France. Мен ешқашан Францияда болған емеспін. I have been to Italy twice. Мен Италияда 2 рет болғанмын. Және соңғысы present perfect өткен шақта басталып, әлі күнге жалғасын тауып жатқан іс-әрекеттерін баяндайтын болған. Бұл жағдайда for және since сөздерін қолданған. For бойы деп аударылса, since бері деп аударылады. Ал сұрақ қойғанда how long сұраулы фразасын қолданған. Мысалы, how long have you known your best friend?
Сен жақын досыңды қашаннан бері танисың? I've known her for 10 years. Мен оны 10 жыл бойы танимын. How long has your mom worked as a teacher? Сенің анаң мұғалім болып қашаннан бері жұмыс жасайды? She has worked as a teacher since 2012. Ол 2012-ден бері мұғалім болып жұмыс жасайды. Ал сіз, достым, present perfect continuous туралы естігеніңіз бар ма? Мысалы, how long have you been teaching English? How long has it been raining? Бұл туралы толық білгіңіз келсе, English with Жан Instagram парақшама тіркеліңіз. Келесі жолы ертегі осы туралы болмақ. Бүгінше осы. Кездескенше сау саламат болайық. Bye!